Қайырлы таң. Бүгін екінші күн, обучениенің екінші күні. Мен формамды киіп алдым. Естіп баратын боламын. Обучениеден шықтым. Үйге бара жатырмын енді. Әдетім ұстап алып. Дала ондай. Не ыстық емес, не салқын емес. Бетімді көріп тұрсыздар ма? Қазір шамалы тыныш жерге барайын. Бетімді көрдіңіздер ма? Шамалы көгеріп қалды. Это после чистки и мезотерапия жасадым. Содан кейін осындай болып қалды. Ничего, кетеді, зато бетім осыдан кейін вообще күшті болады. Витамин нелер салдырғандықтан. Бетімде дым жоқ. Былай көрсетейін ба сіздерге? Да, қыздар, үйге келіп, реттесіп, киімімді ауыстырып, семинарға, тренингке бара жатырмын. Ақшалай сауаттылық жайында. Менің наставницам нетіп қойыпты обучениедағы. Так что жазып қойыпты, соған барам. Ақшалай сауаттылығын толық болса, клиенті да, жұмысты да жақсы жасайсың дейді. Сол үшін бетім жылтырап тұр, қараңыздаршы. Дым жаққан жоқпын, дым. SPF қана бар, оның алдында чистка жасатып, бағана көрдіңіздер ғой, қалай қызарып тұрған. Жақындағанда, міне, нетіп тұр, шамалына жері көгеріп қалды, но қатты байқалмайды. То, міне, полный қазір көрсететін боламын. Кеттік, алғыр шығайық, үлгермей қаламыз. Қалаға уже үйреніп алдым. Автобус қайдан бәрін кіретін, қайықта мінетінімді бәрін. Енді обучение бар жатырмын, көреміз қалай болатын. Мен шығып кетті. Бәрін айтайын ба? Автобустан түстім. Енді жаңағы жерге бара жатырмын. Түсіріңіз. Давайте екеуіңізді түсіріңіз, өздеріңізді қазір. Потом сол. Обучение, бизнес-тренингтен шықтым. Енді тез тамақ ішетін. Үйге бару керек болмайды. Всем привет, қайырлы таң. Бүгін почему-то уже неше күн болды? Үшінші күн ғой бүгін. Будильниксіз тұру. Бұл деген прям күшті нәрсе. Будильниксіз тұру деген ерте. Дайындалып, шашымды жоқ, полностью душқа түсіп алдым. Енді өзімді реттеп жатырмын. Еще мені де бір қайталап шықтым. Бәрін жазып, полностью. Екі күн жазғаным ғой. Жазып бәрін. Берді бүгін үшінші күн. Артықтары шарпыс нетсін. Қазір сумкама салып қойын сразу. Сумкама деп бұл пакетке. Сумкадым алып кимегем, чемодан кішкентай болғандықтан. Енді сумен чемодан кішкентай болғандықтан оны кимедім. Сумкадым. Бұл нерді просто жай киініп шығам. Кроссовкимен и халатты тоже алып кету керек қазір. Бүйте слайм ба. Кәдімгідей тартып жаппын ғой. Короче, бүйтіп қоям ғой. Ішіне салып тастайын қазір. Мен осылай тұрады. Еще үстіме қазір кием. Ояқ бірақ ыстық болады ше. Бетім бәрі қызарып отыр. Кешегі чисткадан кейінгі бетім. Прям күштіп тұр. Қасымды тарай салдым. Егерде мен бальзам жаға салдым болды. Әжем чуть көгеріп тұр, олар кетеді ертең. Шашым тоже. Прям күштіп қалды. Қысын шығайын енді. Так, халатымды осылай сала салдым. Блокнотымды алдым, тастадым. Так, енді аяқ киім киіп алайын. Сосын уже шығу керек. Почти уақыт болып қалды. Так, тараға отырып кетпейін. Тарақты алып кетейін. Сосын шашым су, бірақ бара берейін. Ішіміз.
Неге именно бұл жерден алдым квартираны? Өйткені не жақын, обучениеға жақын, салонға жақын болды. Сол себепті, чтобы автобусқа, таксиға, жолға уақыт кетіргенше, одан да осылай жақын жерден алғым келді. Зато өкінбеймін жақын жерден алғаныма. Осылай жеңіл киім шықтым. Прям свободно, ыңғайлы. Так. Ашық тұрған. Все, кеп қалдым. Бұйыртса процесін түсіретін болам бүгін. Обучениені. Саламатсыздар ма? Жанна ханым келді ма? Все хорошо. Ученицасың ғой? Обучениеден шықтым. Ана нар жағында тұрмын. Оған айналып, паркке соғып, асықпай бара жатырмын неге. Өйткені ерте жіберді бүгін. Шымкентке менің бұл өзім жалғыз бірінші рет келуім. Негізі былай 2 рет келіппін. Барлық жерге қарап, тамсанып кетіп бара жатырмын. Үйге жеттім. Заттарымды алып алдым. Продуктымды магазиннен ауыз ашарға. Сразу алып болмасам, кешегендей чөпелер болады. Кеше неден шыққаннан кейін, кездесуден шыққаннан кейін жаңағы ақшалай сауаттылық жайында неге бардым ғой. Бизнес тренинг дейтін бет ондайда. Соған барғам. Содан примерно пландаған бойынша 10-ға дейін болады деп сосын соянын заказ беріп нетем деген. Сыртан деп ойлағам, оған жаңағы алдырды алмадым, короче. Үйге келіп, сосын заказ беріп, сөйтіп кеттім ғой. Сонымен сол қазір алдым. Кенеде кешегі заказ бар. Бургер заказ берген, соны жақтан. Шай что-то тәтті захотела. Тәттілер алдым, круассан дегендерді. Шоколад дегендерді. Продуктын алып алдық. Киім, қызыма заттарды алып алдым. Еще тамақты алып алдым сәресіне. И аузымды ашып алдым. Мен неге барайын деп жатырмын, неге қайтайын деп. Зала күшті алып тұр. Автобустан түсіп үйге бара жатырмын. Қолымда пакеттер вообще ауыр болып жатыр. Мені негізі айфондағы камерамның настройкасы дұрыс емес. Өйткені несі ұнамайды. Мысалы, качествосы. Мен пока барымен базар. Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті. Бір қызығы бұл жерден де Шымкенттен ыстық қала ғой. Оңтүстік болғандықтан. Күндіз осылай
алмай жүреді да, мен күндізден бері жүрмін ғой. Сосын кешке қарай көбісі күртемнен жаңағы үстеріне жаңағындай не киіп алыпты, накидка сияқты. А мен мына рубашкамен жүрмін, үстіне майкам, вообще ыстықта салқын тонып жатқан жоқпын да. Ол кісілер енді осы кешкі салқын, ол кісілерде салқын болады ғой. Сөйтіп сол жалпы айтқым келген. Үйге келдім, киімдерімді жайғастырып қойдым. Негізі бір-екі футболка алам деп шыққанмын, бірақ енді қараңдаршы. Ондай жай футболка алам деп шықтым. Салдым. Күшті тұрды. Қоңыр негізінде қара болып тұрған, түсінген жоқпын. Мына футболканы қараңыздар, тоже копейки тұрады. Мынау тоже базовый мындай. Темный бар екен, сосын светлый лау бар. Не тақ қойып күшті немен салатистімен күшті тұрады екен. Тоже алдым. Қараңыздаршы. 2,5 теңге дейді. Еще матасында легкий. Сосын шыдамай. Нанды алдым. Тағылады. Алдынандай қазір киіп көрсететін болам. И джинсы бұл жақта арзан ғой, білесіздер ғой. Осында джинсы алдым, и мынандай белый алдым. Өйткені менің белыйым уже старый болып кетті. Короче, бәрін бір жерден алған жоқпын. Әр жерден мыналарды алдым да. Сосын мыналарды джинсы етіп басқа жерден алдым қойдым. Короче, ал ақты вообще басқа жерден алдым. Сосын точно мынандай нелер алдым, тоже арзан екен. 3,5-нан пазлы дейді, мынандай нелер. Именно нелер жануарлармен алуға тырыстым желательно. Сосын так, мынандай қолға не ғой, пластилин ғой. Ұстауға керек. Мынау магнитик. Баланы несін жақсы да тартады да нелер. Қолға ұстауға. И менің қызым ең алды. Мынандай кітаптар жақсы көреді. Үйдегі балалар несін етеді. Алманы ертең барғаннан кейін отырам деп отырмын. 4 бұрыш, мынау терезе, мынау шаршы деп ше. Отыру керек болып тұр. Сол үшін алдым бұларды. Жейме. Осындайларды алдым. Қазір түсіріп жіберем видеоға. Так, мына менің бірінші образым. Осындай қызыл футболка алдым. Футболка дегенде бұл, короче, былай астынан немен тағылады. Андай сырт шығып кетпейді, короче, екі шеті прям маған ұнады. И плюс өзімнің ағым кішіріп қалған, сол үшін осыны алдым. Қалтасы жоқ. Просто легкий, удобный, белый. Білмеймін, қатты киім деп. Анау деп аттарын жатқа білмеймін. Басымда дауыртым демейді. Есіме түсіп айтса айтамын. В принципе, джинсымен де күшті тұрады екен. Джинсымен бәрі келе береді ғой. Мына мен джинсым алған. Тоже әдемі. Әжер тесілмепті, бірақ ыңғайлы. Негізі мен көбінесе джинсы кие қоймайды екен. Почему-то білмеймін екен. Көбінесе трико, жаңағыдай аққа ұқсайтын, легкий кеткен. Джинсыды қатты кие қоймайды. Жылдан бастап соны өзгерткім келіп жүр. Джинсы алып, шамалы неткім келеді. Білмеймін, мен өзім джинсыны көре алмаймын. Мынау көру керек екен, әдемі, ыңғайлы. Бүкіліне келе береді. Үшіншісі осындай, простой, удобный. Не алдым. Футболка. Джинсымен киюге. Сосын осындай футболка. Простой. Удобный. Футболка. Осылай киім. Бананы көтеріп қоямын. Степ. Хоп. Деп. Просто на жер. Пока что осылай тұра берсін. Ол бізде 4-ші образ. Кайып. Так, нам бізде последний образ. Ойлап отырмын, ертең обучениеға осылай барамын ба деп. Типа осылай барам ба деп ойлап отырмын. Но что-то не то сияқты. Может, ақты киім. Ақты ет шарп. Или осылай можно. Жоқ. Наверняка хоп. Тендіп қойын ертеңгінікін. Осыны кем. Все? Осы мен
бүгінгі влогым тамам. Осымен бүгінгі влог тамам. Қыздар, рахмет көп-көп до конца көргендеріңізге. Енді пока білмеймін, сіз деп сөйлейін ба, сен деп сөйлейін ба. Енді негізі желательно сіз деп сөйлейтін шығармын деп отырмын. Потом качество болсын, не болсын, потом да ойлайтын тұғым. Анау, мынау качествосы дұрыс емес, анау не деп бастаймын, не деп бастау керек екен. Қалаған нәрсені бастау керек екен. Мен осындай влог түсіргенді ұнатамын. Это не означает, что мен өмірін түсіргім келеді, бірдеңені мақтанып көрсеткім келеді емес. Мен бала кездегі арманым осылай бұрындар көреттім. Ютубтан блогерларды, басқа мемлекеттің адамдарын көреттім. И содан кейін армандап, сол арман болып қалған тұғым ол менде. Соны қолға алып түсіріп жатқан жайым бұл менде. Не айтам? Енді в данный бастапқы уақытта әрине біз бүйтіп түсіремін ғой енді. Енді көбінесе отбасылық влогтарды түсірем. Сосын өзімнің пландарын түсірем. Осындай егер де қалаларға шығып жатсам, тағы да бір жаңалықтар болса, міндетті түрде осы каналымда бөлісетін боламын. Сіздер маған лайк басқан сайын, комментарий жазған сайын мен керісінше қуанам, түсіре бергім келеді. Идеялар болып жатса, обязательно түсіремін, маған жаза беріңіздер. Тағы да қыздар, сөйлей берем, осымен тамам. Барлықтарыңызға қайырлы түн, ұйықтайын, жатайын. Влог ұнады деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіз және тіркеліп қойыңыз.